Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен түрік елінің тағамдарының бірі, яғни пиденің рецептісімен бөлісемін. Қамыры жұп-жұқа әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Ауызашарға дайындап көріңіздер, өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырымызды елеп аламыз. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, аз ғана тұз саламыз, құрғақ дрожжымызды саламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң жылы суымызды осы ұнымыздың үстіне аз-аздан құйып отырып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, пияз, болгар бұрышы, қызанақ және де сарымсақ қажет болады. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Барлығын турап болдық. Келесі кезекте дәміне қарай аз ғана қара бұрыш саламыз, тұз саламыз, 2 ас қасықтай сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Келесі кезекте қамырымызды алып, теңде 2 бөлікке бөлетін боламыз. Осындай пергамент қағазының үстіне аз ғана ұн сеуіп, қамырымыздың бірінші бөлігін дәл видеода көрсетілгендей етіп, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып болғаннан соң, ортасына жаңағы дайын болған салмамызды саламыз. Қамырымыздың шеттерін, жандарын дәл осы видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қамырымыздың шеттеріне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің пидеміз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.